Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы менің киімдерім. Көйлек хикаясы. Бүгінгі сабақта кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттаймыз, мінез құлқы мен іс-әрекетіне баға береміз. Алдымен өлеңді бірге оқып көрейік. Арман таңнан заулайды, тай бурылдан аумайды, төбешіктен қарғиды, көк шалғынға аунайды. Ал өкпе боп ес кетіп, етек жеңі бос кетіп, арман үйге алқынып, оралады кештетіп. Аппақ көйлек көк болған, көп түймелер жоқ болған, шынтақтары сырылып, шашына шаң шөп қонған. Бірден бәрін байқаймыз, байқап басты шайқаймыз, болған жайды айтады, ақырындап айқайсыз. Қуып едім көбелек, бөгет болды бөгелек, іліп кетті ербеңдеп, етегімді ебелек. Ал көйлегің неге көк? Көк болған соң керемет, жарасып тұр емес пе? Ағараңдап не керек? Қысылмайды, күлмейді, бояғаным бұл дейді. Анасының күнде кір жуатынын білмейді. Балалар, өлеңдегі баланың іс-әрекетіне баға беріп көрейікші. Сен оған киімін күтіп кию туралы қандай кеңес берер едің? Өз ойларыңды айтып көріңдер. Өлеңнің авторы Абдрахман Асылбеков. Ол Жамбыл облысында туған, ақын, аудармашы. Балалар, өлеңде ебелек, бөгелек, көбелек деген сөздер кездеседі. Мұнда ебелек өсімдіктің аты. Арман көбелекті қуып жүрген кезде оған бөгелек бөгет жасапты, және оның киімін ебелек іліп кетіпті. Мұнда бөгелек деген жәндіктің атауы. Көбелек те жәндікке жатады, ал ебелек өсімдік атауы. Балалар, тазалықты сақтап, ұқыпты болыңдар. Киімдеріңді кірлетпей, таза жүруге тырысыңдар. Аяқ киімдеріңді күтіп киіңдер. Өзің отыратын орынның тазалығын қадағала. Ойыншықтарыңды жинап, реттеп қоюды әдетке айналдырыңдар. Ал енді кім жылдам ойыны арқылы біз 1 минутта киімдерді топтастырып көрейік, және жалпы атау беріп көрейік. Мысалы, мына киімдер бір атаумен атағанда мектеп формалары деуге болады. Сонымен қатар қалған киімдерді ұлттық киімдер, жаздық киімдер, немесе аяқ киімдерді бөлек топтастырып, аяқ киімдер деп топтастыруға болады. Балалар, тазалық денсаулық кепілі, сондықтан да әрқашан қолдарыңды сабындап жуып, тістеріңді тазалап, шаштарыңды үнемі тарап, тырнақтарың өссе, тырнақтарыңды уақытында алып жүруге тырысыңдар. Сонымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.